Сәлем әлем. Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы, сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат ғарышкерлер күніне арналған тәрбие сағатының ерекше түрін көрсету. Егер де сіздерге дәл осы сабақтың қымыжысы, яғни әзірлемесі, презентациясы, көрнекілігі, яғни дайын үлгідегі сабақ жоспары қажет болатын болса, төмендегі көрсетілген телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сонымен қатар қоңыраушаны да басып қойсаңыздар, мен жариялаған жаңа сабақтың барлығы бірден сіздерге түсіп тұрады, яғни сіздерге хабарлама келіп тұрады. Сондықтан қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал кеттік. Сабақ сиқырлы қоржын әдісімен басталады. Мұғалім ортаға тұрып, дәл осы сиқырлы қоржыннан әр балаға зат алдыртуды ұсынады. Бұл қоржынның ішінде бұйымдар, кішкентай заттар, сувенирлар, қима қағазда жазылған сөздер немесе қиынды қағаздағы суреттер болуы мүмкін. Дәл менің жағдайымда, яғни біздің жағдайда скафандрдың суреті, космонавттарға байланысты ракетаның макеттер әртүрлі, солардың суреттері, ғарышкерлердің тамақ ішетін кездегі тюбиктері, олардың панель управления дейді, басқару құрылғылары, яғни осындай суреттер басылып қағазға шығарылып, осы қоржынның ішіне салынуы мүмкін. Бұл арқылы балалар сабақтың қандай тақырыпта өтетінін болжайды. Сонымен сабақтың тақырыбы ғарышкерлер күні дейсіздерде сабақтың мақсатымен таныстырып, оқушыларды аспан әлемі, ғарыш және байқоңыр деген 3 топқа бөлесіздер. Бұл сабақтың тағы да бір ерекшелігі ұлттық құндылыққа негізделгенін баса айта аламын. Яғни балалар айтуы мүмкін. Бұл жерде сыныпта мен мына жерде 24 оқушыға негіздедім. Бала айтуы мүмкін. Бірінші сурет таңдаймын, онда сен бірінші топқа жайғасасың. Яғни осылай әр бала қай суретті таңдайды, соған байланысты топтарға орналасады. Өздеріңіз байқасаңыздар, мына суреттер интернетте жоқ, жасанды интеллект арқылы дәл осы сабақ үшін дайындалған суреттер. Ал мына жерде садақ атып жатқан ер азаматтың үлгісін көресіздер, яғни бұл ұлттық ойынды насихаттаудың бір жолы деп білемін. Дәл осылай мұнда 24 оқушы деп бағалап, сараптап, яғни 3 топқа 8 оқушыдан бөлдік деп қарастырып тұрмын. Ал сіздердің жағдайларыңызда бала көп болса көбейтіп, аз болса азайтуларыңызға болады. Әр қарай енді сабақ қалай бағаланады оқушылар? Бірінші оқушының өзгереді, атын жазып, баға қойып, әр дұрыс жауабына балл қойып отыруға болады. Бірақ бұның бір қиындығы, сіздер экраннан шығып кеткен кезде, мінекей шығып кетіп көрсетейін, мұны қайттам текущего слайд-шоу бастайтын кезде қайтадан бағаланған оқушылар нөлге айналып кетеді. Сондықтан сыныпта 2 экран болғаны дұрыс. Егер де бұл әр бала назарда деген авторлық бағалауым сіздерге тиімсіз деп тапсаңыздар, онда асықтар арқылы бағалауға болады. Асықтарды түрлі түске бояп қойсаңыздар, немесе түрлі түсті асықтарды қағазға шығарып берсеңіздер, тіпті болмаса қарапайым асықтарды ешқандай түске боямай құртаратсаңыздар, сабақтың соңында кім қанша асық жинады, соған байланысты бағалайсыздар. Сонымен әр қарай тапсырма, яғни оқушылар сиқырлы қоржыны арқылы сабақты анықтады, сабақтың тақырыбы айтылды, оқушылар топқа бөлінді, мақсат анықталды. Әр қарай қызығу ойынын ойнаймыз. Бұл жерде де ұлттық құндылық тұнып тұрғанын көресіздер. Міне жоғары жақта өздеріңіз байқасаңыздар, ер бала атта отыр, дұрыс жауап болсын. Яғни ер бала алдыға жылжыса, ол ұтқандары дұрыс болғаны, қыз бала алдыға жылжитын болса, онда ол дұрыс емес жауап деген білдіреді. Мінекей шындық болса былай деген сияқты. Енді сұрақтарына мән берейік. Тоқтар Әубәкіров қазақтан шыққан алғашқы ғарышкер. Шындық. Әр қарай кеттік. Талғат Мұсапаев айға қонды. Жалған. Әр қарай кеттік. Ғарышкерлер скафандрсыз жүре алады. Дейік. Шындық деп көрейікші. Дұрыс емес. Жалған. Сұрақтардың өзі креативті. Ғарышта су тамшы күйінде қалықтап жүреді. Әр қарай кеттік. Айда ауа қабаты бар тыныстауға болады. Қате, яғни бұл жалған. Қазақстанда Байқоңырдан басқа ғарыш айлағы жоқ. Шындық қой, бірақ жалғанды басып көрейік. Көрдіңіздер ғой? Шындық. Ғарышкерлер жаттығу жасамаса, бұлшық еттері әлсірейді. Шындық. Әр қарай. Жерден айға дейін 20 сағатта жетуге болады. Жалған, яғни. Ғарышта жыласаң, көз жасың төмен түспейді, бетіңе жабысып қалады. Жалған ба? Әрине шындық.
яғни осылай. Содан кейін бағалайсыздар. Келесі әдіс ғарышқа ұшу серігі деп аталады. Міне балаларға мынандай қима қағаздарды бересіздер. Бұл қима қағаздарды мынау ұршық қима қағазын, қамшы қима қағазын, сада қима қағазын беріп, әрқайсысына әр топқа 5-5 сұрақтан беруге болады. Қандай сұрақтар екенін қымыжыға мен жазып қойдым. Қазір сабақтың соңына қарай тоқталатын боламын. Әрі қарай ютубтан бір бейне көрсетіледі. Оның сілтемесі де қымыжыда тұр. Енді келесі балаларды саралау тапсырмасын беруге болады. Қандай екен көріңіздер. Ғарышкерге хат жазғысы келетін оқушы бар шығар, ғарышкер боламын деген оқушылар бар шығар, немесе ғарыш кемесінің макетін жасағысы келетін оқушылар бар шығар. Яғни осылай қоржындардан сұрақтар шыққаннан кейін балалар қалаулары бойынша, яғни жаңа топтасып қойды ғой, сол топта қала берем деген емес, әркім өз қалауы бойынша хат жазсын. Бірінші топқа онда орналасады. Ғарышкер боламын деп қойылым қоюларына болады, онда екінші топқа орналасады. Ғарыш кемесінің макетін жасағысы келетіндер үшінші топқа орналасады. Сабақтың соңында бұл сабақтың бүгінгі пайдасы, шығыны, құны деп рефлексия, яғни кері байланыс берулеріне болады. Бұл қалай жазылатынын тағы да қымыжыға жазып қойдым. Толық үлгісі бар. Енді қымыжымен таныстырып өтейін. Қымыжы мінекей ұйымдастыру кезеңі, жаңа айтып өткен сиқырлы қоржын әдісіне сұрақтар. Скафандрдың мини макеті, қандай не салуға болады қоржынның ішіне, ғарыш кемесінің үлгісі, ғарышкерлердің тағам үлгісі, телескоптың суреті, айдың беткі қабаты макеті. Яғни сыныпта қанша оқушы екені белгісіз, бірақ мен бұл жерде сұрақты 26 үлгі бердім. Енді мен бұған қайдан алам суреттерді деп мұғалімдер қиындатуы мүмкін. Мінекей сиқырлы қоржын әдісінің сұрақтары, мына жерде қорап тек қалыпты, қоржын дейін. Қоржын. Мінекей қандай суреттер салуға болады, көріп тұрсыздар. Мына жерде мынандай сурет үлгілерін бердім, шығарып аласыздар. Әрі қарай бағалауға асықтар дедім ғой, мінекей асықтар тұр, немесе әр бала назарда ол презентацияда дайын тұр. Әрі қарай ғарышқа ұшу ой серігі дедім ғой, соған қима қағаздар дайындайсыздар дедім. Ал сұрақтары мінекей сіздерге ыңғайлы болу үшін үлкейтіп көрсетейін. Сұрақтары өте мазмұнды және де ықтимал жауаптары да бар. Не үшін ықтимал жауап? Себебі мұғалім оқушыны бақыттау үшін. Себебі бұл енді барлық сынып жетекші химик емес, физик емес, мүмкін ақпарат аз шығар. Сондықтан сен ғарышкер болсаң қандай планетаға ұшар едің, себебі неде? Мәселен, Марсқа ұшар едім, өйткені ол жерде адам тіршілігін зерттеуге мүмкіндік бар. Ғарышта өсімдік өсіруге бола ма? Сенің ғарыш кемең күнге қарай кетсе не болар еді? Жерді ғарыштан көрсең қандай сезімде боласың? Ғарышта қандай дыбыстар бар? Егер сен айда өмір сүре алсаң қандай үй салар едің? Яғни оқушылардың қиялын дамытып, шығармашылықтарын арттыруға арналған тапсырмалар. Мінекей қымыжыда ұйымдастыру кезеңі дедік. Мінекей аспан әлемі, ғарыш, байқоңыр, садағату деген сияқты әдіспен бөлу. Яғни оны сіздер көрдіңіздер, ұлттық құндылыққа негізделгені. Мінекей мына жерде ғарышқа ұшу ой серігі, қима қағаздың артына жазылатын сұрақтар. Қызығу ойыны жасанды интеллектпен жасалған. Мына жерде, құрметті әріптестер, мен жасанды интеллектке көп сұрақ алған жоқпын, яғни жалған шындыққа қызығуға. Ал сіздерде бірнеше үлгі бар. Егерде сыныптарыңыздың ыңғайына қарай, деңгейіне қарай менің жасаған сұрақтарымды өзгертулеріңізге болады. Ол сұрақтарды мына жерлерден алсаңыздар болады. Енді YouTube жаңа бейне көрсетеді дедім ғой. Сол бейнені көшіріп алуды да кейбір әріптестеріміз білмейді екен. Соны да көрсетіп кетейін. Мінекей сілтемені көшіресіздер, копировать етесіздер. Google-дың іздеу жолағына қоясыздар. Қойғанда Ctrl-V-ні басасыздар. Enter-ді бастым. Күтейік. Мінекей дайын, сіздерге видео шықты. Енді бұны қалай көшіреміз? Ол үшін мына жердегі пропустить батырмасын басамыз қазір. Пропустить батырмасы шығады. Менде интернет әлсіз болғандықтан осылай айналып кетіп тұр ұзақ. Ал әрі қарай. Мінекей. Енді стопқа қояйық та қалай көшіруді көрсек. Менің мынау тінтуірдің сілтемесіне қарап отырсаңыздар, YouTube-тың дәл алдына SS деген жазуды жазамыз. Ағылшынға ауысайық. SS. Көрдіңіздер, SS жазылды. Енді осындай шығады, сәл күтесіздер. Осындай бет шығады. Скачать видео с YouTube-а. Көп мұғалімдер осыны білмейді екен. Қалай жүктеп аламын деп қиындық тудырып жатады. Міне скачать-ті баса саласыздар. Болды. Сәл күтесіздер әрине. Жүктелгенше. Сосын андай букмейкерский шыға береді. Қайттан артқа кетіп, скачать-ті қайта басасыздар. Қайтқанда көрдіңіздер ма? Көшіріліп жатыр. Осылай көшіріледі. Уайымдамаңыздар. Әрі қарай кеттік.
көшіріп алып осыны көрсетесіздер. Енді экономика деген авторлық әдісім осы сабақты меңгеруде қандай шығын, қандай пайда, қандай құн алдың деген сияқты. Оны шығын дегеніміз не қиын болды, пайдаға не үйрендім, құнды қандай маңызды ой түйдім деуге деп бағалауға болады, деп түсінуге болады, және оның үлгісін көрсеттім. Мысалы, шығын, кейбір жаңа ақпараттарды түсіну қиын болды, әсіресе ғарыштағы физикалық заңдылықтар мен үшін қиын болды. Пайда, ғарышкерлер туралы жаңа мәліметтер білдім, ғарышта өмір сүрудің ерекшеліктерін түсіндім. Ал құны қандай болды? Ғарыш ғылым мен технологияның дамуы үшін өте маңызды. Қазақстанның ғарыш саласындағы жетістіктері мен ғарышкерлердің ерлігі үлкен мақтаныш деген сияқты оқушылар кері байланыс бере алады. Сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Лайк пен комментарий сіздерден болсын. Сау болыңыздар. Сабақтың қымыжысы, көрнекілігі және презентациясы қажет болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар.